Шарасыз тасбақа ертегісі. Арнаға тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Орманға көктем келді. Ағаштар бүршік жарды. Гүлдер бой көтерді. Көктем келген кезде өзендер сарқырап, күркіреп аға бастайды. Міне, бұл көктемде дәл осылай ағып жатыр. Қар еріп өзенге қосылды. Өзен жаңбыр суымен одан сайын күркірей түсті. Іздегенге сұраған дегендей, нөсер жаңбыр сіркіреп жауа бастады. Негізі, жаңбыр ағаштар мен гүлдерге нәр бергісі келген еді. Себебі адамдар, аңдар, өсімдіктер сусыз өмір сүре алмайды. Жаңбыр жауған үстіне жауды, өзен тасыған үстіне таси түсті. Кенет ешкім күтпеген жайт орын алды. Өзеннің суы арнасынан асып кетті. Алдына келгеннің бәрін шайып жоқ қыла бастады. Жаңбыр саябырсыған соң өзен де тынышталып, баяғы қалпымен жайлап ақты. Орман осылай түрленіп жатқан кезде қоңыр аю ұйқысынан оянды. Қыс бойы ұйықтап жатқан ол қарны ашқанын енді сезді. Қаншама ай бойы тамақ жемегені анық. Енді орманды аралап, жейтін бір нәрсе тауып алуы керек. Аю жуынып алмақ болып өзенге қарай бет алды. Көктемнің ғажап күні көңіліне қуаныш сыйлап, ыңылдап, ән айтып бара жатыр. Өзеннің жанына келсе, баяғы досы тасбақа отыр екен. Жай отырған жоқ. Көз жасын көл қылып жылап отыр. Жайлап жанына жақындады. Не болды соған? Тасбақа, досым-ау, неге жылап отырсың? Деді аю. Тасбақа сонда былай деді. Былай ғой қоңыр аю, орманның ішінде тамақ іздеп жүрген. Тапқанымның бәрін себетіне салып, үйіме келе жатыр едім. Аяқ астынан нөсер жауын жауа бастады. Одан не болды? Деді қоңыр аю шыдамсызданып. Жаңбыр басылсын деп тығылып отырдым. Басылған соң, жайлап жолға шықсам, өзеннің суы тасып кетіпті. Үйімді де ағызып кеткен. Енді мен не істеймін? Қайда қонамын? Сен уайымдама, тасбақа. Әрбір мәселенің шешімі бар. Үйіңмен бірге ағып кетсең қайтер едің? Тірі қалғаныңа қуан. Әзірге менімен бірге тұра бер. Қазір менің үйіме бар да, жақсылап тынығып ал, деді аю. Аюдың айтқандарына тасбақа әжептәуір ырза болып, көңілі жұбанып қалды. Аяғын әдетінше ілби басып, қоңыр аюдың үйіне қарай жөнелді. Қоңыр аю бұл кезде достарын жинап алған еді. Оларға болған жайтты түсіндірді. Ормандағы аңдардың бәрі тасбақаға жандары ашыды. Барлығы бірігіп тасбақаға үй салып бермекші болды. Ақырында осы ойларын тасбақаға айтып көрді. Тасбақа достарының жақсы хабарын естіп, қатты қуанды. Біраз уақыттан кейін барлығы жұмыстарын бөліп алды да, үй салуға кірісіп кетті. Бұл жолы енді тасбақаға үйді өзеннің жағасына емес, өзеннен алыстау, қауіпсіз жерге салуды ұйғарды. Қоңыр аю болса ағаштарды құрап, үйдің негізін қалады. Тиін болса үйдің шатырын құрды. Оқылдақ тұмсығымен ағаштарды жонып берді. Ол жонып берген ағаштардан аю үстел мен орындықтар жасады. Жібек құрт болса үйдің перделерін тоқыды. Ал ұзын құйрық маймыл үйдің іші сыртын бояп шықты. Сұр қоян мен тиін үйдің ішін бастан аяқ тазалады. Олар біріне бірі жәрдем бере жүріп, тасбақаның үйін әп-сәтте салып бітірді.
Бұл күнді мереке ретінде атап өту үшін, бәрі достарына рахмет айту үшін, Тасбақа бәрін жаңа үйіне қонаққа шақырды. Достары бұл шақыруға қатты қуанды. Қонаққа баратын уақытты шыдамсыздана күтті. Уақыт таяған кезде таза киімдерін киіп, Тасбақаның үйіне барды. Тасбақа достарына тамақ әзірлеген екен. Дастарханның үстін дәмді тамақтарға толтырып тастапты. Тәтті сусындар да дайындап қойған. Сол күні аңдардың барлығы Тасбақаның қонағы болды. Барлығы бас қосқанда Тасбақа сөз алып былай деді: «Құрметті достарым, мына үйім бұрынғыға қарағанда өте әдемі, әрі жарық, кең болды. Жалғыз өзім үйді бұлай тез арада сала алмас едім. Маған көмек бергендеріңе рахмет. Қиындықпен қалай күресу керектігін үйреттіңдер. Бәріміз бірігіп мызғымас күшке айналдық. Тағы да сол үшін сендерге көп рахмет айтамын» деді. Жиналғандар Тасбақаның сөзіне разы болды. Сол күні барлығы торт пен пішінайға тойды. Ән салып, қызықты ойындар ойнады. Олар осылайша жәрдем беруден туатын тәтті ләззатты сезініп, тату-тәтті достықтарын жалғастыра берді. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, үлкендерге түсінгендеріңді айтып беріңдер. Арнаға тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.